аты жанды. Ассалаумағалейкум баршаңызға ақындар өшпейтұғын атын әңгім. Ақындардың дүбірі Алатауда жиыстырған Алтай мен Атырауды. Бауырымды жазықтың көсілейін, сахнада бекзаттың аты қалды. Бұлқынып бір сілкінген Алматымда түр сілкінтіп кетейін сахнаңда бай. Ақтарып қазал жырдың ойдап берін, келемін жүр өзенге бойлап керім. Ал аруыз қош келдің жанымызға, жақындайын өлеңмен жайлап керім. Мен сенімен шығам деп ойламадым, сен менімен шығам деп ойлап берің. Алаулап шабытымыз арындасын, бекзат қалай бұл жерде дамылдасын. Бірден келіп бас салсам ұят болар, қарындасым жақсылыққа қабылдасын. Жайменен біліп алсам жөн жосығын, сосын барып бітірем ғой шаруасын. Байыппенен саған бердім кезегімді, сөзімді жалғап жібер қарындасым ай. Қыздардың жалшылт еткен көздерінде құлаққа тұрпай екен сөздеріңе. Ау халқыма несіне таңданасың, ау халқыма несіне таңданасың, үмітіңді үзерсің өзгеніңде. Абайға жігіт іздеп келген мен жоқ, абайдай ұстаз болсам өзгерілмей. Шаруаңды біліп алам деп қояма, сөздерім жоқ сал сері кездерінде. Бұл сөзіңе иланып отырғам жоқ, жалған сөйлер жігіт көп өздеріңде. Балдардың қызға айтар әңгімесі, алдардың байға айтқан сөздерінде. Сөз кезегін ендігі қызың алсын, еңбегін бабалардың тізіп алсын. Теңіздің түбіндегі баға жетпес лақыл сөзді маржандай сүзіп алсын. Ильястың құлагері сияқтанып жыр қамалын жүйріктер бұзып алсын. Сәкеннің сәнін берсін, әнін берсін, аламанды ақындар қызып алсын. Үш бәйтерек айсында дәл бүгінгі жыр айтайын қалың жұрт қызығашын. Ағайын ақын қызға қолыңды соқ, ел алдында қуанып жүзі жарсын. Еңбектің кешегі шығасындай, шұғыланың өшпестей ізі қалсындай. Әдептінің ырысы мол болады, басып жүрген қадамы оң болады. Аруларын аялап ардақтаса, жігіттердің төресі сол болады. Казым қолдай ордаға келгеніңде, қатып қалған көңілің тоң болады. Абайдың жігіттері отырмында демеймін, бүгін сенде жол болады. Таяқты жеп қайтпағай ауылыңа, таяқты жеп қайтпағай ауылыңа, маңдайыңда естелік дөң болады. Қара көз қарындасқа жөндеп қара, қара көз қарындасқа жөндеп қара, өлеңіңде сонда ғана өң болады.
абайдай алып жерге келгеннен соң абайлап сөйлегенің жөн болады. Ай, мына қыз өзгертті ғой түсінерін. Мән берейін байыптап ісінемен. Таяқ жеп қалып жүрме деп айтады. Жауап берер жігіт едім ісімемен. Таяқ емес, жаңа тамақ жеп келдік қой. Үшінші көкке қарай құсым ерен. Тоқ болғанда ешкімнен қалыспасын. Аш болып жауға шапсам түсінерім. Кез келген қарсыласты жайратамын. Екі самсам ақшишайдың күшіменен нарым. Айтылсын сезімменен елі шыным. Көрінісі жүректің жеңісінің. Ал енді мына қызға бұрылайын. Болып отыр сөздері тегі шырын. Мен келген сырдың елі, жырдың елі. Құмбарғаны емес пе қол ісінің. Ашылып неке қию орталығы, некесі қиылған ет көрісінің. Сонда біз, сол жаққа біз кезекке тұрайық та, көрсетіп махаббаттың желісінің. Айтпақшы Сәкен ұлы Сейфулланың атағы кезіп жүр ғой елеші мұң. Гүлбақырам апамызға үйленгенде ешқандай көрсетпеген теріс ұғым. Некелерін Қызылордада қидырыпты. Гүлбақырам апам беріп келісімін. Гүлбақырам апамдай адал болсаң, өз елімнің Сәкендей серісімін. Бұл балам даусын көкке созалама, ой тереңін Сәкендей қазалама. Өлеңнің құлагері Ілиястай деребесі айтыста қозалама. Бейім беттей қалама, қарымдама, келістіріп қара сөз жазалама. 300-дің баласына мақтан болған, 3 бәйтерек бабамдай бозалама. Сенде бұл қасиеттің біреуі жоқ, сондықтан бала мені мазалама. Жұлдызым бүгін менің жанған шығар, демеймін сөздерімді жалған шығар. Ешкімді аямаймын деп қояма, ойларыңыз демеймін заңға шығар. Дәл сендей жігіттер көп бұл ғаламда, ойынға бұл нәрсе де барған шығар. Сен секілді жігіттер көбейген соң, Алматы бір сілкініп алған шығар.